1973 жыл 23 наурыз Қазақ ССР жоғарғы кеңесі президиумының жарлығына сәйкес Маңғышлақ облысының құрылғанына байланысты Маңғышлақ облыстық соты құрылды. Соттың алғашқы құрамы Мамбетов, Рудиков, Нәжметдинов, Көшекбаев, Қарабасова, Шибакова. Соттың алғашқы төрағасы Мамбетов Қуанышбай. 1988 жыл тамыз айы Маңғышлақ облысы тарады, ал Маңғышлақ облыстық соты болса Гурьев облыстық сотына қосылды. 1990 жыл 17 тамыз Маңғышлақ атанған өңір өзінің тарихи Маңғыстау деген атпен облыс болып қайта құрылды. Жаңару кезеңі басталды. Осылайша Маңғыстау облыстық соты өзінің том тарихының алғашқы сатысын құрып, қызметін жалғастырды. Маңғыстау облыстық сотының әр жылдардағы төрағалары Чинеев Нұрғожа 1996 жыл мен 2002 жыл аралығы, Смағұлов Мұхтар 2002 жыл мен 2007 жыл аралығы, Абдуллаев Сәкен 2007 жыл мен 2011 жыл аралығы, Әміров Тосжан 2011 жыл мен 2015 жыл аралығы, Аланов Жақсылық 2015 жыл мен 2018 жыл аралығы, Дәулиев Ержан 2018 жыл мен 2021 жыл аралығы, Әметов Бек 2021 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін. Бүгінде Маңғыстау облыстық соты құрамында 5 аудандық 3 қалалық сот, сонымен қатар Ақтау қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтары жөніндегі соты, тергеу соты, экономикалық сот, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі соты, қылмыстық істер жөніндегі соты, әкімшілік соты бар. Қазіргі таңда кез келген тұлға өңір соттарына үйде отырып-ақ сот кабинеті сервис арқылы талап қою, арыз өтініштерін жолдай алады. Сот отырысы залдары толығымен дыбыс бейнежазба құрылғыларымен жабдықталып, барлық сот процесі тайға таңба басқандай дыбыс бейнежазбаға түседі. Өңір соттарында цифрландыруды дамытудың жоғары деңгейі іске қосылып, былтыр 8 мыңнан астам іс дыбыс бейнежазбамен қаралды. 2018 жылдан бері облыстық соттың бастамасымен халықтық құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында жергілікті телеарнадан татуласу, сотқа дейін сотта бағдарламасы судьялардың қатысуымен үздіксіз жүргізіліп келеді. Қазіргі таңда Маңғыстау облыстық сотында 70-ге жуық судья, 207 маман мен қызметкер жұмыс істейді.